Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте дәмді тойымды тағам жаппасай тағамы немесе үнді мантысы деп жатады. Осы тағамның рецептісімен бөліскім келіп отыр. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен таза ыдысымызға салқын суымызды құямыз. Төменге видеоның астына описанияға рецепті жазып қалдырамын. Одан соң бір жұмыртқамызды, тұзымызды салып, жақсылап ерігенше барлығын араластырамыз. Енді ұнымызды 2-3 бөлікке салып қосатын боламыз. Өйткені барлығын бірден қосып жерсеңіздер, қамырларыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Осылай қолдарыңызбен жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Қатты болып қалмау керек. Сәл жұмсағырақ етіп илейміз. Қамырымыз дайын, бетін жауып, әрбір 5-10 минут сайын қайтара илеп қойыңыздар. Сонда қамырларыңыз әдемі болып шығады. Енді осылай көкөністерімізді турап, ашып дайындап аламыз да, барлығын осылай 4 бұрыш етіп турап шығамыз. Мінекей картоп, қызанақ, ет, пияз, сарымсақ, тәтті болгар бұрышы және сәбіз барлығын майдалап 4 бұрыш етіп турап алдым. Қатты ірі болып кетпесін. Одан соң табамызға осылай сұйық майымызды қосып, алдымен етімізді қуырып аламыз. Етті қуырғанда қазір осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін еттің өзінің сөлі шығады, көпіршіп. Осы көпіршігі тартылғанша қуырып аласыздар. Мінекей көпіршігі болып шықты. Бұл жерде уже көпіршігі жоқ болып кетті. Енді осы кезде пиязымызды салып бір рет қуырып жібереміз де, одан соң 2 сарымсағымызды осы 4 бұрыш етіп турап, тағы да бір 2-3 минут қуырып аламыз. Пияздарыңыз қуырылғанша қуырасыздар да, одан соң сәбіз бен тәтті болгар бұрышын бірге қосып араластырып 2-3 минуттай қуырып аламыз. Одан соң бір қызанақ немесе бір ас қасық томат пастасын қоссаңыздар болады. Мен қызанақ қостым. Араластырып, аздап қуырып аламыз да, картопымызды қосамыз. 1-2 минуттай қуырып алғаннан кейін картопты жақсылап үстіне осы етімізді, барлық көкөністерімізді жауып тұратындай етіп суымызды құямыз. Қатты көп болып кетпеу керек. Бетін осылай сәл жауып тұрса болды. Мінекей, енді осының үстіне 1 шай қасық толтырмастан осындай китайский тұз деп аталады, соны ғана қосатын боламын. Соны дәмі кіріп әдемі болады. Астын жай қойып қоясыздар, бұқтырып, қамырымыз дайын болғанша пісіріп аламыз. Енді қамырымызды осылай алдымен қолымызбен басып, одан соң оқтаумен шетін басып жайып аламыз. Сағат тілмен айналдыра отырып жаямыз, және де қамырларыңыз қалың қылып жаймаңыздар, жұқалау етіп жайсаңыздар әдемі болып шығады. Қамырымызды жайып болғаннан кейін үстіне осылай сұйық майымызды щетканың көмегімен барлық жеріне жағып аламыз. Қамырларыңыз жұқа болып жайылса әдемі болып піседі. Мінекей осылай видеодағыдай 4 бұрыш етіп турап шығамыз қазір. Қалауларыңызға қарай кессеңіздер болады, сәл ірілеу немесе майдарақ қылып кессеңіздер де болады. Барлығын осылай кесіп болғаннан кейін май жағылған бетін қазір осылай теріс қаратып қойып шығатын боламыз. Еш қорықпаңыздар, жабыспайды, өткен қамырларыңызға сұйық май жағылғандықтан жабыспайды. Одан соң бетін жауып, бір 40 минуттай пісіріп аламыз. Қамырларымыз дайын болғаннан кейін осылай орап қойсаңыздар болады. Үстіне подливамызды саламыз. Және де қалауларыңызға қарай аз көп қойсаңыздар болады. Мен жай укропты сеуіп алдым. Өте дәмді болып шығады достар. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Өте оңай жасалынады. Және де менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Видео ұнаған болса, лайк басып комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де достар, тіркелген болсаңыздар, жанындағы қоңырау белгісін белгілеп қойыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.